Практика түрі сауықтыру лагеріндегі жазғы практика. Практика жетекшісі Түлеуова Балауса Турихановна. Практикант Бердіханова Қаламқас Мұратқызы. Топ 32 бұршы. Тақырыбы ертегілер әлемінде. Мамандығы бастауыш білім беру. Біліктілігі ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ертегілер туралы түсініктерін қалыптастыру, дүниетанымын кеңейту, оқушылардың ауызекі сөйлеу дағдысын қалыптастыру, шығармашылық шеберліктерін арттыру. Ертегілер арқылы сөздік қорларын молайту, ертегі мазмұны арқылы оқушыларды адамгершілікке, достыққа, жақсылыққа тәрбиелеу. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Hello, children. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын амандасып алайық. Қайырымды жандар айнала, шеңберге келсін жайлана. Жалық бастан қайта біз, махаббат сөзін айтамыз, сүйеміз барлық әлемді, әлемдегі бар елді. Бақыттымыз осы біз, қасымызда досымыз. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымызды білу үшін мына сөздерге назар аударайық. Бұл қай ертегі? Қане барлығымыз бірге жауап берейік. Өте дұрыс айтасыңдар, балалар. Мақтағыз бен мысық және де бауырсақ ертегісі. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі кезекте бейнеролик, яғни ертегіге назар аударайық. Дұрыстап, анықтап тыңдайық. Өйткені ертегіден кейін не түсінгендеріңізді талқылайтын боламыз. Арам түлкі жайында. Ертедегі заманда түлкі, құлан, сауысқан үшеуі дос болып, жолдас болады. Бір-біріне жамандық ойламасқа ант айтып шарттасады. Сөйтіп жүргенде бір күні құлан тұзаққа түсіп, шарқ ұрып босана алмай, өлемін-ау деп қорқып, түлкі мен сауысқан достарына қарап, достарым, қол ұштарыңды беріңдер, дейді. Жалтақ-жалтақ қарап жылаған соң, түлкі тұзақты қимақ үшін құланның қасына таман келеді. Осы құлан өлсе етін жейін, тұзақшы сойса, шек қарын тастайды ғой. Мұның достығынан маған еті тәтті ғой, деп қайтадан арамды ойлап, бір бұтаға барып, құланның өлгенін байқап, бұғып жата береді. Сауысқан мұны көріп, құланға келіп, былайша ақыл айтады. Құлан досым, менің тұзақ жібін қиятын қуатым жоқ, өзің білесің. Мына түлкі тісімен шайнаса еді, ол сенің достығыңнан етіңді тәтті көріп, анау жерде жатыр. Енді бір ақыл айтайын. Осы тұзақты салған адам келгенде, шынымен өлгендей болып, қимылдамай, сіресіп жатып қал. Тұзақшы сені бауыздарда тұзақты мойныңнан ағытады. Сонда тұра қашсаң, қолымен ұстай алмай қалады. Құтылып кетесің, дейді. Құлан мұны ақыл көріп, айтқандай сіресіп жатады. Тұзақшы келіп көріп, арам өліп жатыр екен деп, пышағын қолына алып, тұзақты ағытқанда, құлан жұлқынып тұрып қашады. Тұзақшы апыр-топыр ойбай салып, мойнындағы мылтығын жұлып алып, құланның кеткен жағына қарай мылтығын басып қалады. Құлан түлкі жатқан жаққа қашады. Құлан ұзап кетіп, мылтықтың оғы бұтаның түбінде бұғып жатқан түлкіге тиіп, өкпесінен оқ өтіп, түлкінің жаны шығып, құйрығы көтеріліп, бұлаң етіпті. Тұзақшыға түлкі олжа болып кетіпті. Кім ойласа досқа қас, басына тиер тас, деген мақал сонан қалған. Олай болса, балалар, ертегіні дұрыстап, анықтап, тыңдаған болсаңыздар, ертегіге біз түйінді жасайық. Балалар, ертегіден не түсіндіңіздер? Өте дұрыс айтасыздар, яғни достыққа адал болу керек, адамгершілікке бай, сонымен қатар сенімділікке жақсы болу керек, және де осы бүгінгі біздің ертегімізді қорытындылау үшін мынадай мақалмен қорытындылауға болады. Досқа болсаң қас, басыңа тиер тас. Яғни бұл мақал балалар ертегіде де айтылған, сондықтан әрқашанда досымызға адал болайық. Балалар, келесі бүгінгі біздің сабағымызды өте қызықты ету үшін тапсырмаларды бірге орындап көрейік. Тапсырманың атауы ақыл жастан, асыл тастан. Яғни ойынның мақсаты ертегіден алынған сөздерді оқимын, ал сіздер қай ертегі және кейіпкерлері кім екенін айтуларыңыз керек. Олай болса, біріншісін оқимын. Келші, менің бұрныма отыршы, соңғы кезде менің құлағым нашар естіп жүр. Бұның жауабы қандай? Қай ертегіден үзінді екен? Қане бірге тауып көрейікші?
Иә, өте дұрыс айтасыңдар. Ертегінің жауабы бауырсақ ертегісі, яғни бауырсақ ертегісінен үзінді екен. Келесі. Әй, шал, мен ханша болғым келеді, деді кемпір. Бұл қай ертегіден үзінді екен? Өте дұрыс айтасыңдар. Алтын балық ертегісінен. Келесі. 3 баласы өз оқтарын әр жаққа атып, сол оқтармен бірге қалыңдықтарын алып келу керек. Яғни бұл қай ертегі екен? Қаны кім табады екен? Өте дұрыс айтарсыңдар. Қаншайым бақа ертегісінен үзінді екен. Келесі. Әжей, сіздің мұрныңыз неге үлкен? Балалар, бұл өте қызық ертегіден үзінді сияқты. Қаны бірге тауып көрейікші? Өте дұрыс айтасыңдар. Бұл қызыл телпек ертегісінен үзінді екен. Келесін тыңдайық. Аю аспанда, отырма, демалма, самсаны жеме деген дауысты естіді. Бұл қай ертегі немесе қай мультфильмнен екен? Тауып көрейікші? Өте дұрыс айтасыңдар. Марша мен аю, яғни қазіргі таңдағы өте кең таралған мультфильм түрлері және де ертегі түрлеріне де жататын ертегі түрінен үзінді екен. Келесі. Менің сақам қайда? Деп жылады бала. Бұл қай ертегіден? Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл алтын сақа ертегісінен үзінді екен. Балалар, сіздер бірінші тапсырманы өте жоғары деңгейде орындадыңыздар. Сіздерге good, яғни excellent, жақсы және де тамаша бағаларын қоятын боламын. Олай болса, келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Бұл тапсырманың атауы тез құра. Ал ережесін түсіндіретін болсам, менде 3 конверт бар, ішінде сурет бар. Соған байланысты қысқаша ертегі құра. Балалар, бұл ертегіні біз келесі күні тексеретін боламыз. Яғни барлықтарыңыз осындай қысқа ертегіні құрастырып келіңіздер. Осымен бүгінгі біздің ертегі әлемінде деген ойын сауығымыз аяқталды. Топтардың белсенді қызығушылығымен қатысқан үшін көп рахмет, және де сіздерге марапаттау қағаздарын беретін боламыз. Балалар, өте тамаша, жарайсыңдар. Сіздерге көп рахмет. Балалар, ендеше сергіту сәтінен назар аударайық. Барлығымыз бірге бір сергіп алайық. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello. Балалар, бүгінгі сабағымыздың аяқталуына да кішкене ғана уақыт қалды. Сау болыңыздар. До свидания, ребята. Goodbye, children. Біз сіздермен қоштаспаймыз, балалар. Тек қана ертеңгі күнге дейін сау болыңыздар дейміз.